Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай пинетка деп аталатын қазақша бәбіш, қателеспесем, бәбіштің табанын тоқып үйренеміз. Бұл тоқылған табан көбінше 1,5-2 жасқа дейінгі қыздарға немесе ұлдарға да келе береді, арналған. Ол үшін бізге керекті зат ілмек, номер 2-де 7 және жіп. Ал ендеше кеттік. Бірінші жаңағы тоқу үшін 19 бос ілмек іліп аламыз. Бір, екі, үш, 18 және 19. Ауыз 19-ды алдық. Енді мына біреуісін тастап, екіншісіне жарты ілмекті жаңағы екеу кіргіземіз. Мына біреуіне екеу кіргіземіз. Одан кейін жаңа біреу санат, қалған 8-іне осылай жарты ілмектен бір-бірден тоқып шығамыз. Біреу, міне, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Жаңағы бастапқы біреуге 2 жарты ілмектен тоқығанымызбен 9 болады. Ал қалған 9-ын бір ілмекпен тоқып шығамыз. Қалған 9-ын болғанда 8-іне дейін тоқимыз, 9-ыншысына біреуіне 7 тоқылады. Қазір оны сіздерге көрсетемін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Ал мына 9-ыншысына 7 ілмек тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінекей. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Ал қалған дәп 8-іне дейін жаңағы осындай толық бір ілмекті болып тоқылады. Қалған мына жақтағы 8-і жартылай ілмекті болып тоқылады. Тек мына соңғы 9-ыншысына келген кезінде сәл өзгеріс болады. Оны қазір көрсетемін. Міне соңғы 9-ыншысына келдік. Жаңа бастапқы осыған екеу тоқығанбыз. Енді дәп осы тесікке қатарынан тағы да екеу және үшеу тоқимыз.
Сөйтіп, мына шетінен мына жібіне кіргізіп, бірінші рядты аяқтаймыз. Ал екінші рядқа 2 бос ілмек алып, мына бірінші бастапқысына 2 бір ілмекті іліп аламыз. Мына біреусіне 2 кіргіземіз. Қалғанының барлығы жаңағы мына 7 басындағы 7 тоқыдық, сол жерге дейін бары бір ілмек болып тоқылады. Жаңа бастапқы басындағы 7 тоқылғанға келдік. Ал енді осының каждый жаңа 7-еуіне, мына біреуіне 2-2-ден тоқып шығамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Және соңғы екеуіне 1, 2, 1, 2. Мінекей. Көргендеріңіздей, мынау осы жаңа бастапқы 7-еуіне 2-2-ден 14 тоқып шықтық сонда. Ал қалғандары дәпна басындағы жаңа 3 тоқыдық қой. Бір жаңа осы 3 тоқыған, сол 3-еуіне дәп осылай 2-2-ден тоқимыз. Соңындағы мына 3-еуіне келдік. Осы 3-еуіне әр біріне 2-2-ден тоқып шығамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Және мынамен жаңа басында бос 2 ілмек алдық, соған кіргізіп екінші рядымыз аяқталды. Тағы да 2 бос ілмек алып, бастапқысына бір ілмекті, ал келесісіне бір ілмекті 2 тоқимыз. Қалғандарының барлығы дәп солай, тек мына 2-2-ден тоқыған 14 тоқыдық қой, соған келген кезде тоқтаймыз. Сол шетінен қайтып тоқитынын көрсетемін. Бастапқыда 14 2-2-ден тоқылған жерге келдік. Осының біріншісіне бір ілмек тілеміз. Екіншісіне 2 ілмек тілеміз. Қайтадан біріншісіне бір ілмек тілеміз. Екіншісіне 2 ілмек тілеміз.
біріншісіне бір ілмек тілеміз. Яғни біреуіне 2 ілмек, біреуіне 1 ілмек, біреуіне 2 ілмек, біреуіне 1 ілмектен жалғасып отырады. Так, мынаған 2 ілмек ілеміз. Одан кейін 1 ілмек тілеміз. 2 ілмек тілеміз. 1, 2, 1, екіншісіне 2, одан кейін біреу. Кішкене жіп қалып кетті. 2, біреу. Екеу. Және соңғы екеуіне жаңағы біреу міне. Және соңғысына 2 тоқылады. Қалғаны бір-бірден жаңа 6 тоқылды ғой 2-2-ден. Сол жерге дейін 1 ілмекті ілмекпен тоқылады. Мынау 6 қалды, соңғы 6. Осы 6-ына жаңағыдай біреуіне біреу, екіншісіне 2-ден тоқып, біреу, 2, біреу, және соңғысына 2 тоқылады. Осымен 3-ші ряд аяқталады. Және соңғы 4-ші ряд үшін мына жіпті айландырамыз. Яғни мына оңы болса, терісінен жіпті айландырып, керісінше біз мына тараптан алып тоқсақ, енді керісінше мына жағынан бастап тоқимыз. Оның себебі көріп тұрғандарыңыздай, мына табан әдемі болып шығу үшін, нәскилеріміз біздің әдемі болып көріну үшін, сол себепті терісінен осылайна міне тоқып шығамыз. Мына айландырдық, бір бос ілмек іліп, осы жердегі ең бірінші тұрған жәндегісіне жарты ілмекті іліп шығамыз, іліп аламыз. Қалғанның барлығы дәп осылай жарты ілмекті болып тоқылады. Мінекей. Осылайнан айландырып, ешқандай өзгеріссіз аяқталынатын жеріне дейін ешқандай қосусыз, жаңағы жалғауларсыз тоқылып шығады. Міне соңына келіп жеттік. Соңғысына жаңа бастапқы кіргізілген бос ілмекке осылайна кіргізіп аяқтаймыз.
осылайынан кіргізіп келесі жаңағы бәпіш пинетки тоқылған кезінде осыған бірге алып тоқып жіберсек шешілмейтін болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып, сұрай беріңіздер, бәріне жауап беруге тырысамын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі көптеген қызықты өте әдемі нәскилердің, осындай бәпіштердің мастер-класстары болады. Осындай пинеткадан сіздерге келесіде өте әдемі жаңа 2 жасар, 1,5 жасар қыздарға арналған пинеткиді тоқып көрсетемін. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.